Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз қызанақтан осындай хош иісті, өте дәмді салат жасайтын боламыз. Бізге қажетті ингредиенттер қызанақ, 3-4 қызанақ. Менде осындай орташа. Сонымен қатар ащы қызыл бұрыш пен базилик, сарымсақ 2 тісше, 1 пияз орташа, лимон шырыны, тұз, бал, май және де шұңқыр ыдыс. Ал енді дайындап бастайық. Ең алдымен қызанақты дөңгелекшелерге кесемін. Осылайша шамамен кесем. Бір бөлігін шұңқыр ыдысқа саламын. Бір қатпар етіп саламын. 2 қызанақты кесіп, бірінші қатпар ретінде салдым осылай. Енді пиязды жарты сақиналарға кесетін боламын. Және пияздың жартысын осы қызанақтың үстіне саламын, бөлшектеп. Осылайша салдым. Енді соусын немесе заправкасын дайындайтын боламыз. Майға мен сарымсақты үгітіп, ащы қызыл бұрыш, базилик салам, тұз дәміне қарай. Және де балды микроволновкада сұйылтып алып құямын. Лимон шырынын алу үшін осылай жасасаңыздар жақсы сығылады. Бір ас қасығын сығып алып қосамын. Енді біздің заправкамызды жақсылап тұрып араластырып, жартысын қызанақтардың үстіне құямын да, екінші слоймен дәл солай жасаймын. Осылайша жасап болдық. Енді біздің салатымыз тоңазытқышта 1-2 тәуліктей тұрып, дәмдеуіштері сіңіп, өте дәмді салат болып шығады. 2 тәуліктей өтті. Біздің қызанақтарымыздың шырыны шығып, дәмдеуіштері сіңісіп, хош иісті, өте дәмді салат болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ачичук салатына ұқсайды, бірақ одан да дәмдірек шығады. Бірден 2-3 порциясын жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса, лайк басып, қолдап қойды сұраймын. Каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар, әлі де көп рецепттер болады.